ошо казатка манас кетиптир. Соғыс салып шорука, чоң үйдүн баары калыптыр. Анжиянга орука, өрүш толуп мал калган, өбөктөгөн чал калган, өңкөй зайып жан калган, көңүлдөнүп көчөгө, эр алөкө кан калган. Анжиян болуп каласы, алөкө кандын баласы, атын койгон коң төрө. Кытайга кыйын чоң төрө, 13 жашка жетиптир. Бейжиңге жакын тууганы, 5 жыланда кетиптир. Окушун билип Кытайдын. Ошондон 18 жашка жетиптир. Оң асталап көчүп алганы, Кытайдан калбай кылкылдап, кыргын кыргыз кырып салат деп, араба менен былкылдап, кербен болуп чуашып, кебирлешип чуулашып, 6 айың калды деп, Анжияндан аманды, антурган кыргыз алды деп, ал өкө берип уруксат, адамы чыгып жол кузап, көчкөндөрү көчүшүп, көчөбүз деп барыбыз, көрүктөн чуап өтүшүп, 2 ай жарым жол жүрүп, элинен азды сүйрөлүп, эл бузулуп калыптыр. Эң аркасынан элинин аста бирден жөнөтүп, ал өкө жатып алыптыр. Ошондон 18ден оң төрө, Дуңша деген бежинде, адагыйла чоң төрө, анын уулу кур экен, Коңбаймында барганы, кызматында тур экен, Коң дегенин өз аты. Бай дегенин амалы курду кошуп алганы, ошоң Анжияндан ал өкө көчүп чыгып калганы, 2 таш жерге барыптыр, ал өкө конуп алыптыр. Конбай менен кур өкө коңгондо келип калыптыр. Жолдогун элди көргөндө, жооп келди эр коңур, көчкөн элди көргөндө, көпкейди Коңбайы. Анжиянда түк калбай, качкан экен далайы, калган экен Кытайдын карк алтын далай сарайы. Сайылган бойдон бак калып, курулган бойдон так калып, тигилген бойдон тал калып, салынган бойдон там калып, заңгыраптыр сарайы, сапырылып жатыптыр Кытай маңгул далайы. 5 жылдан бери көрбөгөн, Бейжиңге кетип жөнөгөн, ал өкө менен катыны. Келген кенже балам деп, өбүгө барды акыры, өппөй өлүп калгын деп, көп силкип Коңбай капырды. Жакындатпай энесин, жаман көрүп атасын, өлбөй туруу калыпсың, өрттөнүүчү калыксың. Атаң тапкан Фергана, атпай Кытай эл гана, наамандык бүтүн караган, Туңша Кытай уругу, Суң Кытай кайда тараган, Манжурия Турготтун баарын кайда жоготтуң, кара калмак калкыны, билбесиң элдин баркыны, Ферганадан көчүрүп, кетирипсиң тарпыны, кыргызга кыргын салбайсың, Кытайга элди сүйрөбөй, кырылып неге калбайсың, казакка каран салбайсың, каканга калкты сүргөнчө, кара жер учуп калбайсың. Тетиги кармашпай калкты көчүрүп, атекең өзүң кандайсың? Ушуң Анжиян эле туругуң, ушу кылган ишиңе айран болуп туруумун. Бейжиңде Кытай уругуң, бу жерде жатып атеке, кимден коркуп курудуң? Өңкөй Кытай кеттиби, өз жериң Бейжиң барган соң, өлбөскө көзүң жеттиби? 6 айга айлың кеттиби? 6 айдан өтүп барган соң, азапка көзүң жеттиби? Ууга жакшы кеп бекен, ушу сага эп бекен, кызылдай дүйнө чачарбы? Кыргыздан Кытай качарбы? Азизил мындай атарбы? Азапка журтуң батарбы? Окушка кетип коюлдум, элден жерден тоюндум, мен синген чантуга бет алышпай калганым, мен өттү менин арманым, өзүм болсом бул жерде өлүшпөт белем чантуга, жумшакты чайнап жутуп тур, тиши тийбей катууга, эмиң амал айла жок. Ошоң эли кетип мынта жатууга, намызданды Коңбайы, айран болду сөзүнө, турган Кытай далайы, атеке сага нетти деп, не бала болуп кетти деп, кидирбестен көчүпсүз, ким түбүңө жетти деп Коңбайың айтып турганы. Ал өкөң акыл ойлонуп, ары бери толгонуп, кылатпай кыргын салгыдай. Кыргыз арзан көрүнбөйт, айтсаң балам мыктылык, басташканды согойбоз, манас арзан көрүнбөйт, буруттун жери нааманды, мурункуң атаң алганы, бу сөздүн жок жалганы, атамдын жерин бергин деп, 6 айлык келип калганы, алар түйшүк салганы, артыкча дуулап асылып манас келип калганы. Көрүп билдиң бабаң деп, көтөрүлө сүйлөйсүң,
көпкөнсің о белем балам деп қыжылдап қырғын о кірген қырғызды арзансызсаң ойыңыз наман жері Түркістан чантунун жері қойыңыз манас түрі бар тұрса бателе бежінде болор деймін тойыңыз түткөніңді көрермін түмен Қытай елінде сүрішпей қалар немемес түп бежіндің жерінде бежінге барбас ел болбос мен бұл жерден кетіп о не қыламу қақанға барбас о қалқ болбос ошо қашып көчүп не қылам бет албай буга жоғалбас белін ашпай тоғалбас бекеріп алам ерсінбе бежіндіп бұнда соғалбас қатылбай буга жоғалбас қайқысын ашпаш тоғалбас қара күшке балам ерсінбе тәті қақанда мұнда соғалбасу көчүп барам өзім деп көкірегің өрг айдап көсөрлік айтқан сөзің деп бұл манастың барында бұзықты қила көресің бұртта бежін шарында түгенген чанту барында дүмегін қила көресің түп бежіндің шарында бейқапар сөзді сөз деп ал бел қуатың толғымды бұл жерде дебе манасты ошо бежініңден көздеп алу бедөнүн о жалын өріп ал бейқапар сөзді маға айтпай бет десем десең манасқа тетігі бежініңден көріп алу өң айтып мұны мен деді аң аяғаным сен деді наманға бежін 6 айлық арасы қила жер деді қармашам десең манасқа қамыңды қыла бер деді Түркістан бізге жер емес о түмен Қытай ел емес жүрісе келсек бұл жерде түгіңді қойыр немемес алыңа қарай ойноғын ақылың менен ойлоғын атам деп асылып арам өлім болбоғын ақылың менен о жетпедім ажалымдың жоғынан желмоғыздың өз екен жерге кіріп кетпедім құрысын жалған дүние құтылар жағым беттедім ажыдар жатқан бақшаға көшесіне барғанда қалбаған жалғыз түрі жан көзгілінгенді жалмаған атаңда бекер қалбаған ажыдар жуссын деп барса келбес көчөгө барыңыз деп айдаған атаң түгіл бұл манас ажыдар сұнды мойынын атекең о көрдің мойынын сүйреп шығып ордунан алып келдің ордого ошондун ордодогу көп кошун орголоңду коргонго байкап сүйлөсем балам манастың арзан ойлобо кабылан шери бөрүсү адамды көрсөң умтулган айбан жырткыч барысы атасынын көрүсү катылбастан койгону байкап турсам барысы манаска нөкөр болгону карап туруп атекең кара жандан тойгону анжияндан кетүүнү атекең анан ойлоду кеткенден бөлөк кейиш жок кейишсең туруп калбайсың түрүлүктөн бейиш жок качуу керек кайгы жок өз тууганга баруудан өздөк кылар айбы жок бекерген айтпа сөзүңдү ошоңо бейпай кылба чантууга безиңгең алып бар өзүңдү көсөл манасы барар деп көрөмүн шондо күчүңдү ал сөзүң айтып алакө жубартканы 90нар каралап калган канынан калган жанына 25 000 киши бар оң атасынан уккан соң көң төрөтүрү байланды көңкү журттун баарысы көчөрүнө шайланды үй кылышты чатырдан жогунда көчүп кетүүгө коркуп манас баатырдан ал өкөсүндү улуккан катарында канча жан карына чыдабай кан өлөккө манастан кеткен экен ушундан 4 ай жарым жүрүшүп те кыргыздын о келди манасы ошо бошоп жери калыптыр Анжияндын калаасы катарлаш болуп кошойго кара тейит Найманга кабардаш болуп ошого кыйырдаш болуп Кыпчакка кышында мында кышташып кара өтөктүн кыштакка ошо жата турсун шер манасы алмананда конуптур эртеңки күнү болуптур атам болду көрөм деп Алмамбет бармак болуптур Алмамбет мында келер деп Айдархан жаткан күтүнүп аш тамагын белендеп казактан чыккан көп макал Айдархан андан аксакал
соорондуктун ордуна сонун тутуп алсам деп, кызматына бел байлап атагылы алсам деп, акылына мун алып, Алмамбет аман келгенге Айдарканга тугубанып, Алмамбет менен көрүшүп, Айдарканы карыя айтканына көнүшүп, алмаңа кошо келгенге аш тамагын беришип, алынып калган казактар арт жагынан эришип, Айдаркан айгай салыптыр, чакырып алып көкчөнү, акылдашып калыптыр, тогуздап кара сойбогун, сойбоймун деп тим коюп, балам томсор туттон койбогун, 5-6 кой союп, башкуттап коелу, Айдаркан көкчө биригип, акылдаш болгон коңшудан 6 өжөтө илинип, атка минип алышты, ошондон аралап жылкы барышты, 600 экен жылкысы, ар кайсысын караса, артыкча жакшы жылдызы, айгыры жакшы буубенин, курсакка кулун бүтүптүр, бирөөң көрсө да кайтат, ээр менен негешкен, арыктабай Алтайга минип жүрсө түттү деп, ар бир бээсин чыгарат, аябаган сүттү деп, жана бүрүн көрүшүп, кулуну жакшы бакты деп, жана бүрүн да кайтып, уйдан жоош жаны бар, кыялы мага жакты деп, жана бүрүн да кайтып, бу табылбас бүлүк деп, дагы берен да кайтат, тууганынын баарысы тулпар чалыш күлүк деп, жана бүрүн да кайтып, кармата жоош колго деп, кадам койсо жолго деп, адам зээнинге итпес, тууганынын баарысы тукум мунун жорго деп, 600 жылкы бир далай, аралаш жүрөт бир малай, аталуу бала ээрчишип, аралап жүрдү жайма жай, кандайын кармап соерун, кан Айдаркан эри көкчө, өкө жүрүп биле албай, соёюн десе кай бирин, өзү жакшы көрүнүп, не бир семиз бээлер бар, көзү жакшы көрүнүп, намыс кылып алмаңа, бир жылкы сойбой коюшка, колдору барбай союшка, көрүндү жакшы баарысы. Кышта соғым болсын деп, 5-6 бие карысы, шашкеде барып ушулар, жылкыга көзүн салышты, кечпешимге калышты, аңги кирип аралап, айгыры келип каралап, алышып аңги калганы, кулунуна каралап, куру бээден барганы, куучук кулап айталды, курсукка теп салганы, тебишип жылкы жабылып, куучук кулап айталдын, тарс карты кетти жарылып, мыкчыйып туруп калганы, мунун сойсо болот деп. Ошондо жылкы чыбарып кармады, жылдырып айдап алганы, эр көкчөнүн үйүнө Айдаркан баштап барганы, бээ сойдук деп союшуп, 5-6 кой бир жака Айдаркандын үйүнө, аны кошо союшуп, ага тууган айлапа анча мынча тоюшуп, башың куттуу болсун деп бата кылып коюшуп. Алмамбеттин олжосун атпай каза калды деп, чыктатырбай башкасы, чыгымым мага калды деп, өргөкчөң айтып элине, не дейсиң ушул кебине, көнүнөн алдың Алмамбет, Айдаркан болор ата деп, алыска минген арычу, атага бала баручу, Айдарканга барайын, атанын көзүн карайын, бар Кудайым жар берсе, байытууга жарайын, муну ойлонуп Алмамбет. Ошондон айтканына жеткени, аттанып алып Алмамбет Айдаркандын үйүнө, токтолбостон кеткени, Айдаркан айтып мындай деп, коңшусу экен Меңдугул, Алмамбет балам келди бул, келиниң уулуң бөлүнгөн, кемпир жасың көрүнгөн, бир балаң бар 7 жаш, бизден болсун жеген аш, Алмамбет өзү жалгыз баш, үйүңүзгө кирсин деп, аксакалдуу Айдаркан Алмамбеттин камын жеп, араң эле 4 бассын, бир үйүңө кем бассын, Айдаркан айтып салганы, берсең төшөн чорун деп, Меңдугул макул алганы, Меңдугул менен жайланып, Айдаркандын айылына, ошондон Алмамбет турду байланып. Арадан өттү 90 күн, Алмамбет ойлоп күнүтүн, манжуруя калмагы, байып жатып алганы, Турготтон бар Алтайда, жылчыксыз байып алыптыр, эсил менен
жалбызға самсыған жылқы жайыптыр, қалмаққа салып азапты. О бар құдайым, жар берсе байытармын қазақты. Мұны ойланып Алманбет жылқы алуға келдін ет. 90 жолды шалыптыр, тоқтолбай жолға салыптыр. Қазақ қырғыз халқына жортып жылқың алмағы, шол алмандан қалыптыр. Тоқтолбостым ол жүріп, 17 күні жол жүріп, манжұрия қалмағын аңдап көргін алмаңдың, аралап өтіп алғанын. 14 байдың мал екен, 30 мыңче бар екен, одары айдап алғаны, ойбайды қалмақ салғаны, чағалалап бұрқырап, көкіні деп жұрқырап, құба келді көтінен, құлғынға Алманбет қарсы шықты бетінен. Өрелге чапқан ерендер, мен батырмын дегендер, Алманбетке жетіптер, жеткеннің алман етіптер. 13 күн қырғын салыптыр, Алманбеттен қорқындан қалмақтар тоқтып қалыптыр. Астынаңы тоқсын буған жоқ, ошың артынан келген қуған жоқ. Жылқысын жинап айдатып, жылантыға жайнатып, бір ай тура болғанда, 35 күнге толғанда, Алманбет келіп қалыптыр. Қаранын байқап көп қазақ, жылқыға көзін салыптыр. Ескісінен кеп сұрап, есебі жоқ көп жылқы, мұның есі қайда деп сұрап. Көргендері таң болды, көз айнаған чаң болды. Ошы дарияның жегі бар, қазақтың қалың елі бар. Жазында жайлы ел көчіп, минерінің жоғынан көч албаған ері бар. Қалмақ жаққа барарда Алманбет көзін салыптыр. Көч албай қалған адамды көңілінен алыптыр. Ошон үшін Алманбет одарып қалмақ жылқысын тең отыменен алыптыр. Қалған еліне жинатып, атулусын терептір. Алып келіп жылқысын айдап бөліп беріптір. Бөліп берді маланы, қазақтың бары үйлешіп, талап алды барыны. Ештеме жетпей қалғаны, екіден жылқың алғаны, жыл малына жеткірбей, жырғатып елін салғаны. Келер 2 жылы малында Алманбет мал берер деп келді түгел жиылып, кедейлердің бары да ошондың ер Алманбетке айтат, еғылайық деп айтат. Қытайға салар елшім бар, қалмақ менен Моңғолда бөлінбеген еншім бар. Алайын деп еншім деп, аттанамын келсін деп, қазаққа бар салғаны. Ер Алманбет барарын еми біліп алғаны, елінің жиған жас осу 2000 болып қалғаны. 2000 аскер қол менен, ергіштің бері жол менен, ер Алманбет барыптыр. Көкен ор көлінен, көбі шамы чөлінен, Моңғол қалмақ аралаш, санам Қытай елінен 20 000 жылқы алыптыр. 20 жиып қара малынан, сиыр төсі барынан 15 000 қара алыптыр. Қиратып қуып келгенін, қуғынға келген ерлерін 900 алтын олжалып, тон-тоносын мол алып, Сарыарқаға бет алып, Алманбет қайтып қалыптыр. Қынығып қалған қазақтар қидасыз тосып барыптыр. Бақырлары бөлішіп, набіссің артық аргемдер, барсылдашы өлішіп, жылқы сиыры тө алып, атулынан бөлішіп, ар жылқы тышты алыптыр. Ошо төр Алманбет келгенің, ошо 4 жыл болып қалыптыр. Ошондон алып берген Алманбет, асылын көрген қазақтар, қиратып берген Алманбет, қызығын көрген қазақтар, қалмақтан айдап мал келет, қазаққа бөліп тим берет, Моңғолдан айдап мал келет, барысын бөліп тим берет, жалпы бары бай болуп, içкени қара чай болуп, кийгени туар шай болуп, қатынсыз жаштар бой болуп, улууына той болуп, ел байыса екен деп, ер Алманбет ойлонуп, толғынып мұнда келгені, 9 жылға қарқ толып, арасынан алаштың уырулығын айыбын, ұрыш талаш майыбын, ерден шыққан зайыбын. Алманбет ақыр бүтірет, кімден қалса мүдөсі, Алманбетке жүткінет, арысчы мұңчы барысы, Алманбетке барысчы, қара қылды қақ жарып, қан Алманбет бүтірет. О қазақтың қанша қалқы бар, қалқы ішінде барқы бар, төрезада төрті бар,
Ханзададан қанша бар, Бекзададан бешеу бар. Бала қылдық алмақ деп, бастады бізден арбақ деп. Мұрын құдай жеміш жоқ, бұзық қылды Қытай деп. Бұзылғандан о алчелек, анша-мұнша малын жеп. Қалтырып барат биліктен, қара жол той көкшөгі. Қала болу бұл Қытай, қайдан келіп кейліккен. Дылсынып қалды деп, алар арбын олжодан, айырып бізді салды деп. Олиясып қалды деп, оозға түшкен тамақтан оңдырбай айырып салды деп, енді кей қылды елді деп, елінен кечкен бұл Қытай. Ошың елдіріп қайдан келді деп. Қызыл чақа пұл бербей, оғыл чайбай бізге тим болды. Күнө қылған кім болды, күнө үстіне жараша, бүгүйдіргі Қытай бүтіріп, гүлді билер о тим болды. Ағынеден шыр шықса, анша-мұнша дечелек, анша-мұнша дүйін алып, мақұл қылып жечелек. Баланы қылды бұл қалмақ, қапқайдағы до жанжал, қалыспын деп бүтіріп, қалықты бұзды бұл қалмақ. Елді алынтып саларбыз, егер қалмақ бар болса, еңгіреп құлу қаларбыз. Қалықты алынтып саларбыз, қалқ алынып кеткен соң, ошаған қайып құруғалар бұзу. Шу қазақты құдай ұрарбы, қаңғырып келіп бір Қытай, қалықты билеп тұрарбы. Мұрынтадан бұл көкче, мұңайбаған ереле, до-добырды чыр жанжал, сіздер бүтірер дереле. Бүтіргенім бүтірдік, бүтпей башы бұлғанса, бүкөсінен түшірдік, жетігінен жетірдік. Сұрақ қолдан шыққан соң, шықпай барат біздің жик. Көлдігін кемеле, дүниесін жоқ қылса, кенебеген немеле. Мал жағына бадырек, егер қолдан чалқар кеңеле. Қатының бүрі қараса, темеле қасаптай тұрған немелең. Шу ашқа жаққа қалғанда, башалығы бар әлеп. Қатын жаққа қалғанда, қарабашыл адамдан есебі жоқтар әле. Ағзы бейсең алтынын, күзі бейсе күмішін, есінен алар албас деп, қатының жақын деп қойсық. Өлбей тұру қалбас деп, алтымышы жиылып, ақылдашып алышты, Алмамбеттен айруға. Мен тіпкен еш қылып салыштың. Ошонның алым сейіт өкөр, оң алым бөбөк дегені, найман айта керені, тыным сейіт о соғырбай, Алмамбетті үгір албай, аррудан алтымыш, ақылдашты жайма-жай, алчыңдардан бобеги, абақтардан шабеги, кечі жүзден үмөті, Алмамбет келгенде, алардың бірі кіреті. Орта жүзден о жанышы, бай жігіттің бағышы, арғындардың алымы, наймандардың елімі, қоңыраттың салимі, жағалмайдың жамбайы, жам олтыру далайы, залимдер бары зар қылып, Алмамбет елім білгенге, атуылдар арғылып, ошондың ақылдаша тарға чану. Ерге күрек оғай бүрі, ушенен тіп жүрген чөң адам болбой қалбайбы. Қор жойған жалғыз Қытайға қолғы бычақ албайбы. Алмамбет о сізге кеп бар деп ола қалып барбайбы. Құстатып қалмақты жара тартып салбайбы. Күн сұрарға жан барбы, қуанғандан заңғарды. Құтылбайбы қалбайбы, жашыл сапқан жаралбайбы. Жалғыз жүрген бір жерде жара тартып салбайбы. Жақыны жоқ бір Қытай, жалпайып жатып қалбайбы. Жоғолду деп Қытайдың, ошондо жообун сурар жан барбы. Жоғотмогу арзанго, жолдошу жоқ заңғарды. Ичин жарсаң Қытайды, издей турган жан барбы. Ит өлүмү кылбайбы, окшогон заңғарды. Аябай деген бір жигит, ал сөздің айтып турганы, акылсыздан кыйласы. Ошол макыр көлүп турганың. Ошондон Алымбай менен Салимбай эмиң айтат жайма-жай. Кызуусу менен кымыздын кыйын болгон жандырсың, кыйрыңдан алган кардырсың. Кыйын болсоң Кытайдын соорундукча бардырсың. Соорундук сонун эр болгон, толкуган Кытай эл болгон. Согушуп алман эр менен, соңун келген сонуңан келген небирде. Орunu кара жер болгон, кызыл чокту баатыры, эр коңурбай баш болуп,
ошол элден о жок бекен. Абайым сенче акылы, бир бычактын өлүүчү минтип басып жүрө албайт. Капкайдагы тешигин калыстык кылып бүтүрүп, ошо тентип гана басып жүрө албайт. Өлөмүн деген о тийбесе, мунун өзгө беттеп тие албайт. Мыктысы бычак салган жан мындан эгери түрү калбайт. Ажалы жеткен тийбесе, асили бенде тири калбайт. Арзан адам тие албайт. Айдаркандын балдары азыр ушуу кезинде Алмамбетсиз сие албайт. Агыны болуп алыптыр, аралашып калыптыр. Катылганды соо койбойт, кадырлаш болуп алыптыр. Ар кандай деп сүйлөсө, көкчөнүн сөзү эм болор. Алмамбетке катылган казак атамам жем болор. Оңал көрөкчө бир амал. Дүнүйөгө калганда көкчөдө көдөк кеңдик бар. Калктан башка бир мүнөз катынына жамантар. Ошоң Агыркеш деген катыны эң Алмамбеттин ар качан аз эмдеп күтөт акыры. Аңдаган көкчө баатыр деп, аз экен сенден акыл деп. Алмамбет деген Кытайдан азып келген капыр деп. Атасын сойгон бу Кытай, аскерин сойгон Куугутай. Аясын кимди акыр деп. О көкүрөктө жаныбыз, көкчө баатыр каныбыз. Бөлөгө кен теңибиз, бир күнү калмак өлтүрүп коётко дейбиз сени биз. Ат элес туар өнү бар, Агыркештин алууга Алмамбет кулдун көнү бар. Жандан кечкен Кытайдан сак болуштун жөнү бар. Катын эрге душман деп, каныбыздан айрылып, ошо калк болбосун бушман деп. Акыры сизди өлтүрөт, оң Агыркеш менен Алмамбет. Абыдан сөзү бышкан деп, Айдаркандын көкчөгө ал сөздүн айтып багалы. Таянганы көкчөгө тагы ушинтип чагалы. Көкчөдөн чыгып калган соң көңүлүн элге бура албайт. Көчүгү батып казакка Алмамбет асты тура албайт. Алмамбетти чагыңар, ачылар болсо багыңар. Жалан бизге ишенбес, ургачыдан катындан жакшы бар күбө табыңар. Агыркештен өткүн деп, астына чыгып кеткин деп, буудай бегин алыңар. Байбичеден өткүн деп, басып салып кеткин деп, калмактан калган каран деп, кайдан күттүм эпсептеп, жаманатты кылдыго жалгыз Кытай арам деп. Агыркешти сөз тиер, ошондон айылы дүрбөп жүргөнгө оң Айдаркандан көз тиер. Агыркеш коёр барктабай, Агыркеш күтпөй койгон соң жалгыз жүргөн бир кулдун жай тапмагы бир далай. Кетер акыр казактан куудуруп жолго салбасак, теп ушу кутулбайбыз азаптан. Ошондо Алым Сейито сүйлөдү, көкчөгө тилдиң албайт деп. Көкчө тилдиң алган соң көмүлбөй калмак калбайт деп. Агыркеш деген катын деп, ак болгон соң ал өзү чычалабас акыры деп. Эң ак элечек баарынан ошоң Агыркеште мол турат, алда берген акыл деп. Айсаң айта бергин деп, назарыңа албас такыр деп. Анын арда кургуруң айла кеткен бубур кеп. Алмамбеттин о көп түрлү, ошонун атуулар ал жерден эң акылдашып сөз түйүп, ошоң 60 күнүн өткөрдү. Көкчө чыкса жан жака, көрмөккө барса мал жака. Тоо чыкса бийикке, уа чыкса кийикке. Аңдап жүргөн о баатыр деп, Агыркеш деген катын деп. Алмамбет менен жакын деп, ар кайсысына айткын деп. Көкчөнүн көнүн калтырды, көкчө келип үйүнө. Көп аңдыды катынды, аңдып жүрүп ар качан, ошондо көрө албадың акыры. Алмамбет сага жакын деп Агыркешти каардап, ошоң алдаганча о такыды. О такыганда Агыркеш эр көкчөгө күйлөнүп, не болдуң деп сүйлөнүп, эң Алмамбетти ким дейсиң? Сен адамдын сырын билбейсиң. Көрө албаган көй жаман артынан түшүп алыптыр. Ошо көкчүлгери болду деп, көрө албай сени калыптыр. Элиңдин тилин аларсың, эзилерден айрылып, эмгекке түшүп каларсың. Калкыңдын тилин аларсың, канзададан айрылып, айгырарсың каларсың. Кайнен өлү күйөөдөй карап койбойт өзүмө, кантейин оган көкчө. Ошого каарлаган сөзүңө
Кас душмандар биригип огулганы жүргөн өзүңө кайнатылуу келиндей тик карап айт бетимди мени менен мындай деп мерт кылганы жүргөнгө бежинден келген жетимди агыркеч деген катын деп айтырбай билет атын деп агыркеч болбосо кетирер элек акыр деп акыл менен сыйлап жүр агыркеч деген капыр деп Алмамбет мындай дей албай казактан арам жей албай көкчө мындай дей албай көбүрөөк бара жей албай сөздөрү калып талаага өздөрү калып балаага айырмакка көкчөдөн ар нерсе келип санаага өткүрдөн кылыч ала албай ошо өлтүргөн алмандын өздөрүң эбин таба албай Будайбектин обуруга баары даяр болгондур агыркечтин үстүнөн күбөлүк айтып турууга ишенсең көкчө муну кой ишенбесең бул сөзгө азыркы мен экен аны койду мени сой өлүп калар бир катын өксүбөсүң көп калкың жатып калар бир катын тең ошо жарбасын көп калкың Алмамбет турса колунда алтындан болору чарбагың аламды басар салмагың Алмамбеттен айрылып эң айрылбай арылбай калар арманың азытка кирсең азарсың аныктап кара басарсың ошоң акылыңдан шашарсың бузукка кирсең азарысың бурулбай каза басарысың Алмамбет жолдош болду деп көкчөгүң арбак конду деп көрө албай журттуң турганын көңүлүң ынап калабы көзүң көрүп олтуруп артыңа түшөп турганың казактын азыр канысың калк жакшысын көрө албайт Алмамбеттин калысын алардын тилин аларысың Алмамбетти өлтүрүп астына жердин саларсың азыркысын сен көкчө өрт отундөй ошо өрт отундай жанарсың кетсе дагы Алмамбет өлсө дагы Алмамбет тең ошоң өзүң бир өчүп каларсың ошондо башка саябак бол деп кара жүрбөй ак бол деп калк ичинде шумдук кеп ушуу кепке сак бол деп көрө албай жүргөн көсөр бар бата албай жүргөн байкуш бар өтө албай жүргөн өксүк бар жете албай жүргөн жезит бар ар ишке жүргөн сак болуп айрыларсың бир күнү Алмамбеттен сап болуп агыркеч айттың акыл кеп анда көкчө токтолду айтканың сенин макул деп казактан болгон атуулуу 60 экен баарысы арман менен жүрүшкөн айылына жетпей арышы азган бир Кытай жетти деп Айдаркандын көкчөсү арбагың ашып кетти деп айтканды укпай баратыр аңдабай биздин кетти деп тозгон бир Кытай жетти деп тозоку Кытай келгени ушу чоң ойба көкчө кетти деп тоотпой биздин кетти деп ойлоп келет ичине бузукчулук алаңды келгени болсо көкчөгө мурун айталы саламды агыркеч жеңем үйдөбү агыркечтин кашында Алмамбет бактыр жүрөбү ошо какшык айтып бектериң Айдаркандын көкчөгө катуу тийип кептери айтып берип көпчүлүк Айдаркан уулу ер көкчө айланып көңүлү кеткени айылымдын алыс көрбөйүн алганым деп ынанып агыркеч айткан тилине абыден анык көнбөйүн азып келген бир кулдан арманда болуп өлбөйүн агениден чогултуп карап сөзүн көрөйүн арамдыгы бар болсо ан турган кулду көмөйүн казактан чыккан атуулум алды көкчө чакырып ошондон аяк башын жыйдырып Будайбектин ак отоомунун баарын сыйдырып чоң үйдө болчу чогулуш күч үйдө жыйын жыйыптыр Будайбектин отогу 60 араң сыйыптыр караламан бозбалдар оган алмаңа дос балдар тышында калып шыкалап кире албай үйгө шыйпаңдап эшикте жаштар калыптыр Будайбектин үйүнө эл башы батып оңалыптыр жуда журт тышта калыптыр эр көкчөнүн үстүнө ошондо журт бөлчүлөр барыптыр
Күчтүү болсун арак деп күч аладан салыптыр, үчөлүүгө келтирип, үзүү алыптыр, үзүү айтып сөз баштап, өлпөткө кирип калыптыр, омачылыктан көз жаштап, баатыр көкчө сөз баштап, чыгың чыгарың аруу жакшылар, чыргылуучу ишим бар, ишенең албай баарына, чыгар чыкпас жан менен коюп жүргөн кишим бар. Алмамбет менен жакын дейт, агыр кеш деген итим бар, айтыңарчы анығын, аңдасам соодой көрүнбөйт. Алмамбет кулдун калыбын, эркектин көзү көрбөсө, десе катын карганат, өргөкчө буга таң калат. Чыгаргыла анығын, айнытпай койгун мойнуна, агыр кештин таныгын, аман соодой көрбөдүм, Алмамбет кулга калыбын. Ылайык арман адалды, көңүлүмө койбоңор, көз жетпеген мылалды, көрбөйлүк бөөдү азалалды, арамдыгы чын болсо, азыр кармап соёлук, адалдыгы чын болсо, андай апсана сөздү коёлук. Олтургун орчун бийлер бар, оңой олтуң иш эмес, олутту кепти сүйлө деп, олуту жок сөз айтып, ойрон болуп жүрбө деп, өргөкчө сурайт элинен, алтымышы адашпас, 6 жылдан бери жака акылдашкан кебинен. Ар кимде бар оң акыл деп, айткан менен ишенбей, аянды көкчө баатыр деп, Алмамбет бир жан турбайбы, бир ишини батырбай, билбей айтсак жамандап, бизди Кудай урбайбы, бирибиз эмес баарыбыз, жашыбыз эмес карыбыз, аз болсо кантип булгайлы, агада боорбуз бурайлы. Бизге ишенбей койсоңуз, алган жары турбайбы, тетиги Будайбектен сурайлыңыз. Ошондо аталашкан немедей, баары сүйлөп калганы, катынандай көрдүң деп, Будайбекке бурулуп, көкчө көзүн салганы, көргөнүң айткан жеңе деп, көйтору чуулдап калганы, эрин тиштеп көз кысып, байбичеден өттүң деп, күбүрөшүп салганы, өңү сулуу болсо да, өзүңдөн акыл аз экен, арак ичип бир чыны, Будайбек мындай мас экен, аңдабады Будайбек. Ал олтурган кой төрө, ошондо Алмамбет менен кас экен. Будайбек анда кеп айтат, бузукта болсо байбичек, менден жакшы деп айтат. Чын айтсам бу күнүмүн, чыган жакшы катының, күндө көрүп жүрүүмүн. Байбиче билет эринни, баатырың билет элинни, катының айтып күбөлүк, кан көкчөдөй баатырдын, калды көлү түбөлүк. Андай болсоң эл деди, Алмамбетти чакырып азыр алып кел деди. Ошондо туз арам угул деди, азабын берем мен деди, азыр мунун осой болсом, алганым калсын отул деди. Тайбек желде тур деди, чакырып келген Кытайды, чыдап күтүп ким жүрсүн, чыйырдын чыккан мыңдайды, айдап келген Кытайды, алып акыры ким жүрсүн, арамзада мындайды, билбеген экен өлөрүн, бир көрөйүн өнөрүн, аңдабай жүргөн экен го, акыретке жөнөрүн. Күчүк эмес эс айтар, оозунан атпай койсо да, оюндан ойлоп ниет айтар. Күчүккө сурар эли жок, Кытайдан келген кысталак, күчөшүнүн неби жок. Тоого өлгөн киши толгонор, тоогум кандай өлдү деп, 92 ойлонор, тоокчо жоктур сурары. Тоолонсо кокустан өдө болуп бугулдун, өзүнүн жоктур турары. Калкымда жүрүп караандап, катынымды арамдап, айылымда жүрүп караандап, алганымды арамдап, жалган деп ишенбей, жакшылардын сөзүнө жакынмын деп жүрүпмүн, жайылгытай өзүнө, жамандыкты мен бүгүн көргөзөйүн көзүнө. Келдесин кесип бу жерде келтирейин эсине, өлүмдүн даамын татпайбы, өжөрлөнгөн калмак кул, минтип өлгөндөн шору катпайбы. Ошондо андай өзү күйөрү жок кулдар, өртөчкөндөй жатпайбы. Алмамбет кулду соёюн, эң агыр кечке бир далай, азап салып коёюн, калмагын кармап соёюн, катынды кантип коёюн, атка жайдак мингизип, казакка бүткүл билгизип, эскисин эске киргизип, эл кыдыртып жүргүзүп, кааласам катын кылайын, каардансам жанын кыяйын,
қалмақты кел деп шақырып, қанын төгіп қоймоқы, қазақтың барын шығынып, қалмақ кірсе бұл үйге, қайраты келсін ташып деп, қанжарын сенің жашық деп, қанжардан құршын алғын деп, қақ жүрекке малғын деп, қалдарбақ деген баллансын, көзіге қалмақ келсе қатарға, қапілет баса қалғын деп, аябай içip арағын, арақ деген арамдын, азғыртқаның қарағын, ашерсізсе ар жерде, өң асты болбайды жақшылық, арақ бозуы бар жерде, мас болған соң қазақтар, баш қосып қалышты, Алмамбетті жұтпақа, ошынды баталашып алышты. Алып келді бұл қалмақты, тоқтор менен чаянды, екі желде чаптырды, Алмамбетті о чақырды, чабылдам чаян тоқтору, чоң кеңеште о жоқтору, Алмамбетті чақырды, алып келді дейсізді деп, бачым алып келгін деп, ашықтырды бізді деп, арбын içip о қарақты. Ошондо шашпай о içip шарапты. Елдің бары незирек, ерте жүргін тезирек, тоқтор менен чаяны, тоқтолбай айтып барғаны, көргөндөн соң өкөнү, Алмамбеттин жүрөгү, алып учуп дегдеди, асты тынчтык бербеди, атама душман болурду, нак ушундай бир белги, көрдүм эле мен деди, Алмамбет кармап бергин деп, аны кармап бербесең, атышар жерге келгин деп, кастарың тиккен оған барбы, мага жамындак издер жан барбы? Урунарга тоочугу узак бир жумуш болгонго, урушарга жочугу, айтышарга доочугу, арын бир жумуш болгонго, атышарга жочугу, о элге кабар салгонго, эгейши Кайгөй батыр, эргөкчө жыйнап алганго, арыш ойлоп Алмамбет, падышалык бөркү бар, башы бапек алтын жок, казактан кастык болот деп, каналмандан ок апары жок, желдеттер атын байлады, ар тарапка бир карап, Алмамбет көзү жайнады, Кытайда келсе кырат деп, кыйындар айткан мындай кеп, калмактары келсе какшат деп, катуулап айткан мындай кеп, бабырап жатыр сүйлөшүп, калмак менен Кытайга казат кылат экен деп, каналман алды оюна, өлтүрөт экен мени деп, өзүнүн жуутпайт боюна. Ошондон акылга албай арын эме, аны кайдан ойлонсун, арамдыкка иши жок. Ошоңа ачык о жолушар немең. Сенің албай ештеме, Алмамбет о кіриптір, ешіктегің ақтаяқ, о есеттердің бөкөсі, ешік ачып иіптір, салам айтып билерге, салды башын Алмамбет,